Барлықтарыңызға қайырлы таң, құрметті әріптестер. Қазір сәл уақыттан соң жұмысымызды бастайтын боламыз. Бір ескертерім, бүгін ревизор келеді, сондықтан сақ болыңыздар. Түсінікті ме? Ал, іске кірісеміз. Самал, ана Бағдәулетке жұмысын дұрыстап түсіндірші. Мен әлі братан деп жүр ғой, дұрыстап Самат Сапарұлы. Не бір жерді қайта сүрте бересің? Өзінше жұмыс істеп тұрған түрі ғой, бастықтың көзіне түсейін деп. Қойыңдаршы, отыра берме, бар жұмыстарыңды істеңдер. Біз не ары-бері жындылар сияқты жүгіре береміз бе? Сен итаки жындысың ғой, типа. Ойнап айтам. Қойыңдаршы деп тұрма сендерге. Қазір мына жерде бірнәрсе қиратасыңдар. Жарайды, болды. Сипо, бүгінгі менюге не бар? Бүгінгі плов, манты, салаттардан ачучу, почучу, цезарь және первойдан борщтан басқасын бәрі. Тез жұмысыңызды жасаңыз. Так, қыздар, сендер не бүлдіріп жүрсіңдер? Кеше директордан сендер үшін ұрыс естідім. Кім директорге тряпканы лақтырып жіберді? Мен емес. Салтанат, кеше ағаңмен сөйлестім, саған қатал болсын деп айтты. Я, мен енді әдейі істеген жоқпын ғой. Ана, тряпкаңды алып. Жанат, кешеден бері мына бір сағыңды шайнап жүрсің. Пожалуйста, шайнамашы, Құдай үшін. Сен менің сөзімді бөлуші болма. Ана, тряпкаңды алып бір сулап алшы, содан кейін қайтып сүртіп шық. Ұқтың ба? Я. Баха, аяғын сүр, музыканы өшір. Не істеп отырсың? Не отырсың ау? Енді ешкім жоқ қой. Маған өзіңнің міндеттеріңді дұрыстап қайталап айтшы. Келген қонақты ашықпен күнде талап етіп, болмаса шығарып жібер. Іште кафе мәдениетін сақтамаған адамдарды сындырам ғой. Қалай? Я, дұрыс айтасың. Бірақ келген қонақтарды парасып шақырып, артынан төбелес шығарып жүрмеші. Жай ғана сыпайы түрде кафеде шықсаң жөн болар деп шығарып саласың. Ал көнбесе ше? Көнбесе өзім шешемін бәрін. Сен не істейсің? Олармен сөйлесем дұрыстап. Ал саған көнбесе? Туф, Баха, артыстырып қоймаш. Так, не істеп отырмыз? Өзімізбен өзіміз жұмыс жасап. Бастықтың көзіне түсейік деп. Қойыңдаршы дедім ғой сендерге. Кешегі айтқан сөзімді ұмытпадыңдар ғой, Жоқ, оның ұмытатын несі бар? Сезім, мен сен білем ғой, ұмытпайсың. Вот сен тек ұмытуың мүмкін. Жарайды, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Жарайды, уайымдамаңыз емес. Давайте тексеріп көреміз. Тарелке шанышқының қай жерінде тұрады? Сол жағында. Сезім, мен сені білетінді білем ғой. Давайте тағы да тексеріп көреміз. Стакан қай жерде тұрады? Стакан. Мен мынандайларды турецкий сериалдан ғана көрдім. Айтпаш, телефон көрдің бе? Екеуміздің айлығымызды қоссақ та ақшамыз бұндағы жетпейді. Соны айтам, ежеп байды екен осылар. Ну, вроде баю үшін керісінше тамақ жеу керек. Жоқ, жейді бұлар, көресің қазір.
сәлеметсіз бе? Не тапсырыс бересіз? Сәлеметсіз бе? Маған қазірше бір стакан су болса, сосын ас мәзір маған берсеңіз. Иә. Алло, Бекош. Алло, Сакош, не ол? Бекош, сен іздеген адам келіп біздің кафеге. Не тапсырыс бересіз? Мен қазір ас мәзірін қарап алайын, сосын сізге тапсырыс беремін. Сен онда байлар келді деп едің ғой? Білмеймін ғой, келген қосу. Қазір тез келмесем бар ғой, ана жақта Тико бағын сынап жүр ау деймін. Ақымақ. Сакош, қазір мен келемін. Адресі қандай? Тико. Не болды? Адам деген бір шыменді қарап алмаймын. Неге тапсырыс берді? Бір стакан су. бір стакан су маған. Енді адам бірінші менюға қарап алмай ма? Жарайды, бара-бара бер. Ал, айта бер, не заказ етті? Бір стакан су, бір пышақ. Пышақ не үшін керек? Енді өздерің айттыңдар ғой, стакан жанында пышақ тұрады деп. Талғат, не болды саған? Әкел пышақты. Не құс көрмегендей сонша? Есеңгіреп? Қош. Сен Тиконы қызғанып жатсың ба не? Қайдағы? Тико, главное, саспа до конца. Давайте. Міне, біздің күзетші мырзамыз күніге осылай отырады. Бақдәулет мырза, бұлай отыруға болмайды. Ой, жарайды. Алдың телефонды. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Хамбала кафесі осы жерде ма? Иә, осы кіру үшін лестницадан жоғары қарай көтерілеміз. Рахмет. Я бірақ алдымен ашықтан өтіңіз. Иә. Менің ашығым жабық еді. Кешір бауырым, бірақ ашықсыз ішке кіре алмайсың. Кіре берсін. Диана, газ. Диана, сен не істеп тұрсың? Ревизор болсын не дейміз? Ревизорға ұқсамайды. Әбәден бай жігіт. Жарайды. Өте берсін. Бірақ жезден біліп болмасын. Біліп қойса, біз өлеміз. Бақдәулет, өте берсін. Қыздар, не істедіңдер? Сәлем, сұлуыз. Менің атым Берік. Қалада өзімнің жеке компаниям бар. Шетелден келген заттармен айналысам. Ал күшті. Менің есімім Маружан. Енді мен ондай компания болмаса да, қалада өзімнің бірнеше сұлулық салоным бар. Жақсы, енді рұқсат етсеңіз заказ берейін. Иә, әрине. Официант, бізге 2 шылым бола ма? Сонымен шетелге товар тасым дедіңіз бе? Онда шетелде көп болған шығарсыз, иә? Қай қалаларда болдыңыз? Енді Европада мен бармаған, қала қалмаған шығар. О, күшті. Білесіз бе, маған негізі Европа қалалары ондай қатты ұнамайды. Маған Дубай, Анталия деген қалалар. Сәлеметсіз бе, бұл Хамбала кафесі ме? Я бұл Хамбала кафесі.
кіретін болсаңыз, міне, ашықпен кіресіз. Менде ашық программасы жоқ, ПЦР тестім бар. Бізде тек қана ашық, ПЦР, МЦР деген білмеймін. Сіз үлкен кісімен қалай сөйлесесіз? Міне. Я, енді кіре береміз. Сіз үлкен кісімен қалай сөйлесесіз? Коктейль бересіз ба маған? Мен сізге официант емеспін. Заказы анау официанттарға бересіз. Көттісі қон болсын еске. Сіздер ма официанттар? Тапсырыс берейін деп едім. Отырыңыз, қолыңыз босағанда келіп тапсырысты алаңыз. Қалай сөйлесесіздер сіздер? Отыра беріңізші деп қой, қазір қолымыз босағанда тапсырысты аламыз. Туй, аяғыңызды көтеріңізші. Не деген дөрекілік? Жай айтсаңыз да түсінеміз ғой? Не жай? Не болып қалды? Аяғыңызды көтеруге қой. Так! Администраторларыңызды шақырыңыздар. Сәлеметсіз бе, не болып қалды? Сәлеметсіз бе? Сіздің қызметкерлеріңіз келген қонаққа қызмет көрсетуді білмейді. Енді көріп жатсыз ғой, бәрі де жұмыс. Сосын қолы босағаннан кейін барып сізге сіздің тапсырысыңызды алады ғой. Директорларыңызды шақырыңыздаршы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз бе? Я, осы кісі бағанадан бері шу шығарып отыр. Кешіріңіз, бірақ біз жаңадан ашылғанымызды білесіз, үлгермей жатқандарын көріп тұрсыз. Так, тоқтатыңыздар. Ертеңнен бастап бұл кафе жабылады. Сіздердің қызмет көрсетулеріңіз өте төмен болғандықтан кафелеріңіз жабылады. Сіз олай айтатындай кімсіз? Мен ревизормын. Самал. Әрқайсына жалақысын берде үйлеріне қайтаршы. Қыздар, жігіттер, сіздермен жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Енді біздің кафеміз жабылды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қыздар, жігіттер, директорым соншама еңбек етеді. Біз оны жерге қараттық. Мұныңыз дұрыс болмады. Негізі көп адам келген жоқ. Шынымен бәріне біз кінәліміз, оны мойындауымыз керек. Ана қыз бен жігіт келіп еді, естерін ауып қалды ғой. Енді тағы да жаңадан жұмыс іздейміз бе? Мүмкін ана елге хабарласып, тағы да бір мүмкіндік беріңізші деп сұрап көреміз. Шынында да. Оның отырған үстелінде визиткасы қалып кетті. Визиткасында нөмер де бар екен. Бірақ кім сөйлеседі? Мен сөйлесем. Не де болса, WhatsApp-тан хабар күтіңдер. Қыздар, жігіттер, менде жақсы жаңалық бар. Ревизор апай бар емес пе? Сол бізге екінші мүмкіндік берді. Енді сағат 9-да жұмыста болайық. Қыздар, жігіттер, екінші мүмкіндік сыйлағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Салтанат, егер барлығы жақсы болып кетсе, мен сенің қызметіңді жоғарылатамын. Рас па? Әрине. Ал, ісімізге кірсек, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ақжан, Берік,
Сен Анталияға кетем деп едің ғой. Ал сен Америкаға ұшам деп едің ғой. Сәкөш, бүгінгі жұмысыңды жақсылап тұрып жаса. Ұқтың ба? Мә, Самат Сапарұлы, біз Бақаға ревизордың ері адам екенін айтпаппыз ғой? Тоқта, қалай сонда? Баха ревизордың әйел емес, еркек екенін білмей ме? Жоқ. Баха! Ашық береді, сосын кіресің. Жоқ, жіберіңіз шағымды, мен ашықтан өтпеймін дедім сізге. Өтмейсің ба? Жоқ. Баха! Мына туре бауыратын. Мына туре. Білсек те жанға не керек, білмейміз қолдан не келеді. Сүйікті сөзі қазақтың, бірдеңе істеу керек демеуші болар керемет, аға жоқ соған сенерек, нормально ақша табатын, бірдеңе істеу керек